Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Бүгін мен сіздермен ең жұмсақ, ең дәмді медовик торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Қалай шыққанын көргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін үзбей қараймыз. Қарамас бұрын мені қолдап, каналыма жазылып, лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Ал кеттік, бисмилля. Шынымды айтсам, бұл видеода барлығын көзбен өлшеп салдым, әбден үйреніп қаламын. Ал сіздер 200 грамм сары май, маргарин де болады, 200 грамм секер, үлкен ас қасықпен 3 ас қасық бал салыңыздар. Сосын әбден үшеуін қайнатып алыңыздар. Енді осы үшеуін жай отта әбден секері ерігенше қайнатып аламыз. Майы, секері әбден еру керек. Бұлғап тұруды ұмытпаймыз. Неге осылай әбден секері де еріп кету керек. Сосын бір шетке мұздатып қоя тұрамыз. Содан кейін кремімізді дайындап аламыз. Мінекей кремге мен сары май, қаймақ және де сгущенка араластыратын боламын. Бірінші сары майымды видеода көріп тұрғаныңыздай пышақпен майдалап кесіп аламын. Өйткені миксерлеген кезде миксерге ауырлық түсірмеу қажет сары майымыз. Мінекей сары майымыз дайын. Оның үстіне мен 5 ас қасық қаймақ және де көзбен өлшеп сгущенка қостым. Және барлығын жақсылап тұрып миксерлеп алдым. Қыздар, крем үшін осы үшеуі де жеткілікті. Бірақ мен үйде 100 грамм сливкемді алған екен. Тұрып қалмас үшін оны да қосып жіберейін дедім. Бірінші оны да бөлек миксерлеп алып, араластырып жатырмын. Жалпы, бұның алдында істеп жүргенде ешқандай сливке қоспай-ақ қаймақ, сгущенка, сары май үшеуін крем қылып жасаймын. Креміміз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа қойып, біз енді қамырымызды жасаймыз. Ал міне біздің сұйықтығымыз суып дайын тұр. Оның үстіне 1 ас қасық нан сода салып, әбден былғап аламыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай көпіршіктенеді сұйықтығымыз. Және де оны үлкендеу ыдысқа ауыстырып алдым да 3 жұмыртқа қосып жатырмын. Жұмыртқамыз салынғасында әбден араластырып былғап аламыз. Сосын оған мына жерде мен 500 граммдай ұнды 3-ке бөліп салып отырып қамырымызды илейміз. Неке көріп тұрғаныңыздай бірінші аздап салдым. Қамырым сұйық болып қалды. Одан кейін екінші рет салып жатырмын. Үшінші рет тағы да саламын. Ал енді жартылай дайын болған қамырымызды видеода көріп тұрғаныңыздай бірінші ұнды қойып алып, осылай илейтін боламыз. Ыдысқа илемейміз, қатты болып қалуы мүмкін, немесе қолға жабысуы мүмкін. Сондықтан да осылай ыдыстан түсіріп алып илеп жатырмын. Егер сіз менің жаңа көрерменім болсаңыз, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Видео ұнап жатқан болса, лайк басып отыруыңызды сұраймын. Және де қоңыраушаны да басып қойыңыз. Өйткені мен аптасына 5-6 рет түрлі рецептілерді салып отырамын. Оның ішінде торттар да бар, оның ішінде күнделікті дайындап жүрген тамақтарымыз да бар. Ұлттық тағамдарда және де өзге ұлттың да тамақтарын салып, каналымды өте қызықты әрі пайдалы қылуға тырысамын. Қамырымыз өте жұмсақ болды, және мен оны осы жерге 5 бөлікке бөлемін. Мінекей үлкен 5 бөлікке шықты менде. Осы уақытта пешімді 230 градусқа қосып қыздырып қойдым да. Мінекей қамырымды жазып, оны кесіп алатын формамен өлшеп алып, сол формадан сәл үлкендеу қылып салып пісіріп алдым. Ұзақ уақыт піспейді, корждарымыз тез пісетін болады. Мінекей барлық корждарымыз пісіп дайын тұр. Қалыңдан көрсетіп жатырмын. Және де айналасындағыларды, ұнтақтарын осылай блендерға салып майлатсаңыз да болады. Немесе мен осылай пакетке салып, сыртынан оқтаумен еземін. Ал міне ұнтақтарымыз да дайын. Енді бізге корждардың арасына крем жағу ғана қалды. Мінекей менің 1-2 коржым сынып та кеткен болатын. Ештеңе етпейді. Егер корждарыңыз сынып кетіп жатса, ортасына салып жібересіз. Ең бастысы астындағысы және бетіндегісі бүтін болса болар. Осылайша кремімізді барлық корждың арасына, бетіне және де айналасына да жұқалап жағып шығамыз. Айналасына жұқалап жағуымыз маңызды, өйткені біздер ұнтақтарымызды барлық жеріне жабыстыруымыз керек. Барлық жерін ұнтақпен жауып болған соң тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып аламыз, қыздар. Кремі корждарымызға сіңіп, өте жұмсақ, бір-бірімен дәм үйлесіп тұру керек. Ал міне менің тортым енді 2 сағат тұрып, әбден кремі сіңді, өте жұмсақ, дәмі деген енді керемет, айтарға сөзім жоқ.
Үйден дайындағанға не жетсін, иә? Отбасыңызға дайындауға кеңес беремін. Дәл осы рецептімен өте керемет шығады. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңыз, әлі де жазылып, мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз маған шабыт береді. Менімен бірге дайындағаныңыз үшін рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.